Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін мен сіздерге өте дәмді қуырдақтың жасалу рецептімен бөлісемін. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, және де видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қазанымызды қыздырып, үстіне 100 грамм май құямыз. Осы етімізді толықтай салатын боламыз. Мендегі ет сиыр еті. Сиыр етінің бұл жерде майы, қара кесек еті және де бүйрек, жүрек етін барлығын толықтай қолдандым. Орташа көлемде 4 бұрыштап турадым. Қазанымыздағы етті толықтай араластырып, суы кішкене тартылғанша қозғап араластырып тұрасыздар. Сонымен қатар пиязымыздың қабығын ашып 4 бұрышты етіп турап алдым. Бұл жерде 2 үлкен пиязды қолдандым. Және де еттің үстіне салып, тағы да жақсылап араластырасыздар. Дәміне қарай аздаған 2 штук лавр жапырағы және де тұз, қара бұрыш салдым. Егер ет тұздалған болса, тұзды азырақ салыңыздар. Сонымен қозғап тұрып, қақпағын жауып қоясыздар. Және де каналымның алға қарай дамып жылжуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Және де осы видео ұнаса лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырып қойыңыз. Біраз етіміз қуырылды. Енді үстіне 100 граммдай су құйып, етімізді жартылай пісіріп алатын боламыз. Бетін жауып, тағы да жай отқа қоясыздар. Осы кезде картошкамыздың сыртқы қабығын ашып, тазалап жуып алыңыздар. Және де видеодағыдай кішкене 4 бұрыштап турайсыздар. Картошканы кішірек етіп турасаңыздар тез піседі, әрі өте дәмді болып шығады. Видеодағыдай майдалау етіп тураңыздар. Барлығын турап болдық, енді қазанымызға толықтай салатын боламыз. Мен бір сәбізді осылай ұзынша етіп турадым. Өз қалауларыңызша дөңгелек етіп турасаңыздар да болады. Алдымен сәбізімізді, содан соң картошкамыздың барлығын салып, жақсылап араластыратын боламыз. Міндетті түрде толықтай араластырып алыңыздар. Содан кейін бетіне болгар бұрышын салдым. Бұл жерде 2 штук болгар бұрышы. Бетіне капуста, яғни орам жапырағымызды осылай барлығын қойып шықтым. Үстіне тағы да 100 грамм су құясыздар. Су құйып, бетін жауып, демдеп қоясыздар. Оттың асты өте жай болу қажет, және де арасын біраз уақыттан соң бір қарап шығыңыздар, асты толықтай жабыс қалмасын. Осымен біздің қуырдағымыз дайын болды. Қалауыңызша аскөк немесе көкпияз сепсеңіздер болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Капустасын ең астыңғы бөлігіне салдым және бетіне толықтай етін салып шықтым. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.